Сәлем қайырлы достар. Бүгінгі сіздерге көрсететін мотоциклдің боздығы. Енді боздыққа қарап мынаның ішінің қаншалық болғанын сезіп тұрған шығарсыздар. Бұл боздық мотордың негізгі бір бөлшегі деп айтсақ болады. Өйткені бұдан сорылған ауа карбюратордан өтіп моторға барады, клапанға барады, қосу поршынға барады. Сондықтан бұдағы неғұрлым таза болғаны мотордың ұзақ жұмыс істеуіне пайдалы. Сондықтан бұны әрдайым көріп тазалап тұрған дұрыс. Десе бұны жуып қайта салуымыз керек. Бұның бұлай майласуы демек мотордың дұрыс жұмыс істемеуі деген сөз. Боздыққа қарай май лақтырып тұр деген сөз. Содан барып мына майласып тұр. Бұл демек мотоциклдің не тоқ жолынан, не болмаса мотордан дұрыс жұмыс істемей тұрғандығын көрсетеді бізге. Енді мен жаңа сіздерге артынан көрсетіп жатамын. Ең алдымен мына фильтрін жуып тазалап, фильтрдің ішін мен сіздерге қазір көрсетейін аударып. Демек, бұл мотоциклдің тұмсығының іші мынандай қоқсыққа толы екен. Бұны енді біз кәдімгі таза суға феррит салып отырып жуамыз. Ферри салдық. Жаңа біраз порошок ұнтағынан салып жіберейік. Міне мына жаңағы алдында біраз тазалап жіберейік те. Енді бұдағы мына майдың болуы сіздерге көрсетейін әзір. Майдың болуы негізі бұл фильтрда мынадай майын мүлде болмау керек. Міне кәдімгідей мынадан көрсеңіздер тамшылап тұр да. Бұл демек мотордың дұрыс жұмыс істемеген. Енді бұны жуайық жылы суға. Бұны жуу барысында тек су сорғызып, қайтадан қысып, су сорғызып, қайтадан қысып қана жуамыз. Şimdi басқалай жууға келмейді. Бензинмен жусақ ырып кетеді. Сондықтан тек таза суға осылай ғана жуып тазалап алғаннан басқа болған ешқандай амалымыз жоқ. Тек осылай жылы суға феррит салып өсіп қана жуып аламыз. Ферриміз аздау болып қалған секілді, тағы тек қосайық. Бір кішкене кезімізде бір күлдіргі бар еді. Мысығын жуғанда өлген жоқ, сыққанда өліп қалды деп. Сол секілді бұны сыққанда байқаңыздар.
тағы бір таза суға салып жіберейік. Суларыңыз міндетті түрде жылу болу керек, өйткені бұдағы май кірлердің жақсы кету үшін. Болды. Енді кептіріп қойық. Біраз кепсін, кептіріп қойық. Содан кейін мотоциклге салатын боламыз. Фильтр салмастан бұрын алдымен мынаны тазалап алайық. Жақсылап отырып. Көрдіңіздер, фильтрдің қандай май болып тұрғанын. Демек, ол мынаның ішінде де майдың бар екендігін білдіреді. Сондықтан бұның ішінде тазалап отырып сүртіп алайық. Енді бұда кәдімгідей толып кеткен су ма, бәрін толығымен бәрін тазалап болдық. Енді мына астыңа бутылка секілдісін салып алайық. Енді кейбір мотоциклдерде бұндай емес, осы тұрбаның аузында ғана кішкентай алынып салынатын қақпағы болады. Енді әр мотоциклдің маркасына байланысты әр мотоциклдік әртүрлі. Бұл енді әзірге менің сіздерге көрсетіп отырғаным Suzuki 125 кубтық мотоциклдіңкі. Бұны да сүртіп болдық. Фильтрін кигізейік. Болттарын сүртейік. Бұл әр мотоциклді негізі болттар сүртейік дегеннен айтып отырғаным ғой. Әр мотоциклді негізі көктемге қарай енді сезон ғой. Міндетті түрде фильтрларыңызды тазалап алыңыздар. Бұл енді ешкім білмейді деген нәрсе емес қой. Өткенде бір видеоларында бір кісілеріміз жазып қойды. Ой, сен Қазақстанда ешқандай болдың ғой. Бұны бәрі біледі емес пе деп. Мұндағы енді видео салғандағы мақсатымыз біреу сен білмейсің деген емес қой. Біліп тұрсаңыз, енді мен айтпай қалған бір жақсы жақтарын да айтыңыз, басқаларға пайдасы тисін. Енді бұл мен білем деп салып тұрған нәрсе емес, просто осы елдің керегіне жарасын, ескере жүрсін деп салып жатқан видеолар. Бір қазақ енді өйтіп сын айтқанша бір жақсы жақтарын айтып, жарайды, менің істеп жатқан дүниенің ешқандай құны жоқ әрине. Оны айтпай қойыңыз. Мүмкін енді осыған байланысты, осы фильтрға байланысты мен айта алмай қалған бір ескеруге тиісті дүниелер болуы мүмкін мысалы. Соны айтыңыз. Жарайды, молодец. Сонда сіз жігітсіз деп айтар едім. Жақсы. Баршаңызға келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.